Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube сүйер қауым. Бүгін сотқа берген кезде заявление арызды өтінішті қалай толтыру керектігін жолдарын көрсететін боламын. Мен басында ең бірінші мысалға сізде Ақтөбе қаласы бойынша ма, Астана облысы бойынша ма мамандырылған ауданаралық экономикалық сотына талапкер, яғни өзіңіздің мемлекеттік мекеменің атын жазасыз. Директоры осындай, ЖСН, яғни иін жазасыз, бин жазасыз, то есть мекеменің бині ЕАШ яғни шоты мекеменің 20 сандық шоты бик жазасыз. Сол шоттың банктың атауы, Ақтөбе қаласы, мекен жайы, телефон номері дәл осылай толтырасыздар. Жауапкер, яғни қандай ТО сізге тауарды әкелмеді немесе қызметтер атқармады, сол ТО-ның аты, басшысы, оның адресі және сол мекеменің бині. Егер ИП болса ИП-ның иінін жазасыздар, телефон нөмірін жазасыздар. Себебі сотқа берген кезде сіздердің арыздарыңыз бойынша сол адамдармен хабарласады, сол мекен жайға почта жібереді, өздері тез табу үшін бұны жазған жөн. Бұл мекен жай адресін қайдан аласыздар? Яғни сіздер договорға отырған кезде, келісімшартқа отырған кезде договор и согласованияның астында өзінің мекен жайы болады. Немесе осы менің каналымда видео бар, яғни поставщиктерді, жеткізушілерді қалай қарау керектігі, содан қарап ин бойынша тауып аласыздар. Сонда телефон нөмірі, ині және де мекен жайы тұратын болады. Соған қарап толтырасыздар. Мұқият осыны қарап шығыңыздар. Міне талап арыз ЖСШ, например, аудит мемлекеттік сатып алу порталына жолсыз қатысушы деп тану және тұрақсыздық айыбын талап ету бойынша талап арыз болып табылады. Және де келісім шартты бұзу деп қойсаңыздар да болады. Егер казначействода тіркелген болса, соны бұзу жолдары деп көрсетуіңізге болады. Не қарасаңыздар, Ақтөбе қаласы осындай мемлекеттік мекеме, осындай коммуналдық мемлекеттік мекемесі, мысалға 14 ақпан күні ойнатылған осындай баға ұсынысы бойынша LED экран бойынша баға ұсынысы ойнатылды. Баға ұсынысының қорытындысы бойынша бірінші болып табылған осындай ТО, ол яғни әкелмеген болса, сразу бірден соны сотқа бересіздер. Ал егер портал автоматты түрде оны жолсыз қатысушы деп танылған болса, менде договор деген бар, осы YouTube каналда договор со вторым победителем деген. Дәл сондай вкладкамен таңдайсыздар. Екінші поставщикті договор отырған кезде соны сотқа беру, мысалға біріншісі ол отказ берді, екіншісімен, яғни бір жақты келісім шарт бұзу әдісін жасап, екінші жеңімпаз болып табылды. Яғни осындай 24 ақпан күні 2023 жылы нөмір 42 келісім шарт жасалды. Яғни екінші поставщикпен келісім шарт отырылды. Содан кейін келісім шарт жасалғаннан кейін 15 күн санайсыздар. 15 күннің ішінде әкелмесе, яғни односторонний порядке бұзуға өтініш бересіздер. Казначействода тіркелген болса, казначействода тіркелген күнін, датасын барлығын жазасыздар, объявлениені барлығын жазасыздар. Мен жазып қойдым, және суммасын жазып қоясыздар. Келісім шарт бойынша мысалға 1.779.262.24 тиын болса, соны 15 күннен кейінгі әрбір күніне 0,1%-тен есептейсіздер. Мен есептеу жолын міне көрсетіп қойдым сіздерге. Менде енді микрофон жоқ, сөйлеуге қолайсыз болып тұр. Сол барымен осы қанағаттанамыз. Барымша түсіндіруге тырысып жатырмын. Бізде тұрақсыздық айыбы сотқа берген күнге дейін есептейсіздер. Мысалға 1 шілдеден бастап 5 шілдеге дейін 5 күн болса, сол 5 күн есептейсіздер. Сіздер 5 шілдеге күн сотқа берсеңіздер, сол 5 күнге есептейсіздер. Ал 15 күн жеткізу күні мысалға 30 маусым күні бітіп қалған болса, уже 1 шілдеден бастап просрочный күндер, айып күндері 1, 2, 3, 4, 5 сотқа қай күні бердіңіздер. Негізінде 15 күн өткеннен кейін көп ұзамай 30 күннің ішінде сотқа беру қажет заңдылық бойынша. Егер одан өтіп кетсе, сот сіздің құжаттарыңызды қарамайды, сіздерге айып тағуы мүмкін. Уақытында орындамаған үшін, уақытында арыз жазбаған үшін,
өздеріңізге кесірі тиіп кетуі мүмкін. Соны мұқият мән беріңіздер. Договорға отырғаннан кейін егер сіздерде казна числода тіркелмеген договор болса, мысалы 1 шілдеде договор есеп болса, сол 1 шілдеден бастап есептейсіздер 15 күнді. Ал егер казна числода тіркелген болса, міне қараңыздар, біз осыған дейін 12 маусым күні 7 маусым күні жібердік, ол отказ болды. Яғни 15-ші, то есть 12 маусым күні тіркелген, 7 маусым күні тіркелмеген, көріп тұрсыздар ма? Отказны болып тұр, 12 маусым күні тіркелген. Сол 12 маусымнан бастап 13 маусым 1 күн, 2 күн, 3 күн деп сөйтіп есептеп 25 маусым, яғни соңғы күн 26 маусымнан бастап оған просрочен дейін болады да, сіздер сотқа бересіздер. Бұны договор и согласование, яғни казначейство деп тұрады. Егер договор сіздерде казначействодан өткен болса, отырған договорларыңыз регистрация казначейство болған болса, мына жердеріне көрсетіп қойдым сіздерге арнайы. Общий предмет договора заказчик и поставщик, және казначейство деп тұр. Осы казначейство деген вкладкадан қарайсыздар, немесе өздеріңіздің казначействоның сайты бар, ақша жіберетін, сол жақтан қарайсыздар. Ал егер казначействода тіркелмеген договор болса, онда сіздерде общий предмет договор заказчик и договор согласования болады. Казначейство деген вкладка болмайды. Ол кезде общийдің ішінен қарайсыздар, действие договор деген бар. Яғни жіберген договор, қол қойған договор емес, именно күшіне енген күні деген вкладка бар. Содан қарап 15 күн есептейсіздер. Сол қай күні күшіне енді, содан бастап 15 күн есептейсіздер. 15 күнтізбелік күн, яғни календарный күні. Міне қарасаңыздар, мен сіздер үшін арнайы көрсетіп қойдым. Мына жерде объявление нөмірі тұр 975, және ойнатылған күні тұр. Дата создания договора 31 мамыр, ол керек емес. Дата последнего изменения 12 июнь, яғни бұл казначействода тіркелген күні. Ал егер сіздер казначействода тіркелмеген болса, тіркелмейтін договор болса, тек қана дата заключения договора дегенге қарайсыздар. 7 июнь күні тіркелген. Дата последнего изменения тоже 7 июнь болып тұрады ол кезде. Және де согласование қарап хат жазасыздар. 15 күні біткен кезде сіздер товарды әкелмедіңіздер, біз сотқа береміз деп предупреждение бересіздер. Немесе 10 күн өткеннен кейін, 12 күн өткеннен кейін де сіздерде 3 күндеріңіз қалды, товарды жеткізулеріңізді сұраймын, алдағы уақытта сотқа жүгінеміз деп, сондай алдын ала ескертулер беруіңізге болады. Қарасаңыз, договор и согласование, электрон договор, договорный договор, форма ввода и согласование деп тұр. Согласование ішінен хат жазасыздар. Сотқа берген жағдайда сол хаттарыңызды скриншот жасап, скриншот жасауды білетін шығарсыздар, Wordқа түсіріп, оны да тіркейсіздер. Мына жерде қазір мен астыға түссем, директордың бәрі аты жөні түсіп кетеді, сол себептен көрсеткен жоқпын. Және де односторонний порядка расторжения. Осы жерде основание, яғни товарды әкелмеген кезде қай статьямен расторжение жасадыңыздар, осы жерде барлығы шығып тұрады. Бұл расторжение жасау, мен YouTube каналында осы видеоны салдым, содан қараңыздар, қай пунктты, қай статьяны таңдағанын барлығы анық көрсетілген. Осы жерден көшіріп аласыздар. Енді бұның бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Пеня есептеуді білесіздер, тұрақсыздық айыбын, өтініш жазу, яғни заявление жазуды білесіздер. Және де қай күннен бастап есептелетінін білесіздер, оны көрсеттіңіздер. Енді сотқа жүгінетін құжаттар тізімі, яғни перечендерді көрсететін боламын. Мұқият күте тұрыңыздар. Астына қосымша деп. Және де қосымша мекеменің көшірме құжаттары, талап арыз, мекеменің құрылуы туралы әкімдік қаулы немесе жарғы, тіркеу куәлігі, мекеменің жарғысы, басшының тағайындалу, директорының приказы, казначействодан өткен договордың өтемленесі, мемлекет сатып алу заңында отқан договорлардың көшірмесі, барлығын тіркейсіздер.